бізге поштаға осындай хат келді. Бұл хатты оқысақ, біз 1,7-ге 2,4 сантиметрлі фотоны осы адресқа жіберу керекпіз. sto@misis.ru. Ол үшін бізге Photoshop керек. Менде Photoshop, компьютерде Photoshop бар, әлбетте. Біз әр келген фотоны 3-4 фото болса, фотоаппаратқа түсіресіздер да, открытті басасыз. И мысалға бізде осындай фото бар. Өзіміздің фотомызды бүйтіп кесіп аламыз. Керек болса тағы да кішкене кесіп аламыз. Бүйтейік. Енді бұл фотография қисық, немесе бір жаққа қисайып тұрса, Ctrl A-ны басамыз, және Ctrl T-ны басамыз. Осындай бізде нүктелер пайда болды. Бұл нүктелерді бүйтіп тартсақ, фотографияны жалпақтау немесе ұзындау қылдырып түсіруге болады. Және фотография бір жаққа қисайып тұрса, сол бір жақты басып, Ctrl-ды басамыз да, бүйтіп корректировать етуге болады. Или мысалға бүйтіп. Бұл Ctrl-T арқылы бір бұрышты басып, Ctrl-ды басып, бірге Ctrl-мен бір бұрышты басып, корректировать етуге болады. Жарайды, мынаны басып, примитті басасыздар. Енді осы фотоны біз жаңа файлға көшіру керекпіз. Файлдың жалпақтығын сонда контролировать етеміз. Так, создать. Имя бізде сіздердің аты жолыңыз болу керек. Мысалға сіздің имя, отчество. Окей. Так, енді ширина 17,2 мм, биіктігі 24 мм, және разрешение 600 пиксельна дейін. Осының бәрін Photoshop'та істеуге болады. Окей, басамыз. Мына фотоны мұнда көшіру үшін біз создать дубликат слояны басамыз. Міндетті түрде мына кнопкаға басамыз. Және осыны мұнда көшіруге болады. Көрсеңіздер, бұл фотография тым бітті, тым кішкентай. Сондықтан мынау 1, 2, 3, 2,5 есе үлкен болу керек. Так, фотожестик. Міне, как раз келді. Фон міндетті түрде ақ болу керек, және де бәрі өз орнына келгендей. Міне осы слойды біз фонмен қосу керекпіз. Ол үшін объединить с предыдущим басасыз и сохранить как. Фотография дайын. Сохранить как басасыздар. И мында форматын таңдауға болады. Бізде HPEG болу керек. Мына жасалайық. HPEG. Окей. Енді сол фотографияны сақтаған жерден жаңағы почталық адресқа жібересіздер. Міне, мына адресқа жібересіздер. Бірнәрсе түсініксіз болса, комментарийға сұрақ қоя беріңіз. Сау болыңыздар.